Баяғы өткен заманда Түркістан шаһарында бүкіл адамзат баласына құпия болған сиқырлы құмыра болған деседі. Ұзақ жылдар бойы құпия сақталған сиқырлы құмыраның қасиетін қайдан екені белгісіз қарақшылардың құлағына жетіп, оны тартып алмақ. Бұл құмыраның қасиеті әзірге сіздерге де құпия бола тұрсын. Тек бір айтарым, бұл құмыраны иеленген адамдар ойы өзгеріп, бір-бірімен ұрысып, тіпті бірін-бірі жоюға дейін барған деседі. Сол себепті құмыраның соңғы иегері Али мәңгі құпия ұстап, ешкімге бермеуі керек. Осылайша құмыра өз құпиясын мәңгілікке жердің астына алып кетсе, Али ғайып болып, содан бері ешкім көрмепті. Ұзақ жылдар, тіпті ғасырлар салып Али пайда болып, құмыраны алып кетуге келсе, қазіргі кезең және ол жерге үлкен Түркістан даласы бой көтерген екен. Осылайша құмыраның қайда жасырылғаны тіпті Алиге де құпия болып қалды. Шаршатасыңдар адамды. Қашан адам болады екенсіңдер сендер? Кешіріңіз, түсінбедім. Жоқ, саған емес. Сен білмейсің ғой. Бізде барлығы жақсы, бірақ бізде 2 сынып бар. Енді олардың мен бұзықтығын айта алмаймын саған. Бірақ осы 2 сыныпта старшылар өте жақсы. Бірдеңе бүлдіріп жатса, сразу реттеп, дым болмағандай реттеп қояды. Сен былай істе. Сол 2 старшыны маған шақыр. Есімдері Айша Биба. Жарайды. Көріңіз. Ой, мен сендерді қазір ғана шақыртайын деген едім. Қалайсыңдар? Барлығы жақсы ма? Я, бізде жақсы. Гүлмира апа жақында жарыс болатынын айтты. Соны өзіңізден сұрауға келдік. Я, сендерді осы мәселе бойынша шақыртпақ болғам. Білім бөлімінен бізге жарысқа жолдама келді. Соған 9 адам қатысу керек. Бүгін тізім шығарам, екеуің міндетті түрде қатысуларың керек. Топ басшы боласыңдар. Келістік па? Я, ағай, уайымдамаңыз, біз үмітіңізді ақтаймыз. Я, ағай, тақырыпты айтсеңіз, дайындыққа кірісіп кетеміз. Жеңу үшін бәр күшімізді саламыз. Айналайындар. Сендердің барларың қандай жақсы. Айтпақшы, сыныптарың бүгін еш нәрсе бүлдірген жоқ па? Я, ағай, бәр жақсы, ешқандай бұзықшылық болған жоқ. Бірақшы, 2 сыныпта, я түсінем, бұзық балалар, бірақ өтінем сізден 2 сынып туралы теріс пікірде болмаңызшы. Қаншалықты бұзық балалар болса да өте жақсы адамдар. Я, ағай, қанша жерден бұзық болғанмен басқа іске келгенде бізді әрқашан қолдап қорғап жүреді. Ағай, сенімді түрде айта аламын. Біз осы сыныппен үлкен белестерді әлі-ақ бағындырамыз. Солай болғай. Барлығы жақсы болса, сыныптарыңа барыңдар. Жарысқа дайындалыңдар, жарайды ма? Жақсы. Динара. Келесі сағ басап кеткен ба? Аға, ұрыспас бекен қазір барсақ? Неге ұрсады? Біз директор шақыртты деп айтамыз. Жүр, дұршы киіміңді ал, киініп сыныпқа тұрайық. Неге осы дұршы сабағында 2 сыныпты бірге қосып қойған? Директорға, оны директора келесі барғанда айт, мен қайдан білем? Саян, сенің денің сау ма? Не істедің ағайға? Ол қазір ауруханада аяқтары, саусақтары сынған. Өзі ғой допты қатты тепкен. Мәселе сонда. Топтың ішіне не, тас па? Тас емес ол. Алдыңғы сабақта допты байқамай әдейі жарып алдым. Оның орнына жаңа доп әкеліп қойды. Мен жарайды дедім. Бірақ мен қалтамда доп алатын ақша болмады. Сөйттім да, бағана көшеде ойланып келе жатпайым ба? Доп вообще ойыннан шығып кетті. Содан? Сосын мен доп домалақ темір тауып алдым. Ойландым да, доптың сыртымен қаптап әкеле салғам. Ағай алды да тебе салды. Өзінен көрсін. Шаршаттыңдар адам, Саян, түсінесің ба? Шаршаттыңдар. Шыдамның да шегі бар. Қара тізімге енгіземесіңдер. Ағай, тек атама айтпаңызшы. Бұлай дауып кететінін білмедім. Неменеге айтпайды екен? Айтам. Дәл қазір хабарласып айтамын сен атаңа. Атам ауыр жүрген еді, одан әрі ауыртпашылық түсіргім келмейді. Соны бұзықшылық жасамай жатып, ойланбадың ба сен бала? Одан да ата-анама айтыңыз. Олар мені ойламақ түгілі ойларында жоқ шығармын. Жарайды. Атаң айтпаймын. Бірақ қара тізімде міндетті түрде боласың.
келесі жолы тағы бір рет бұзушылық жасасаң, мектептен қой. Түсінің ба? Бостың. Қыздар, жігіттер. Бүгін бір жайлап, асықпай өзіміз сөйлесек жарай ма? Әп-әдемі қазақтың ұлғысыңдар. Қарасаң көздерін тоймайды, бірақ істеп жүргендерің анау. Бір мұғалімді жұмыстан кетіріп, бірін ауруханаға жатқызып, тағысын тағы сол сияқты. Мен сендерді өз баламдай жақсы көрем, түсінесіңдер ма? Жаманшылыққа қимаймын ешкімнің. Бірақ сыйға сый деген нәрсе бар. Әр нәрсенің өзінің өтеуі бар. Яғни, жылдың соңына дейін барлықтарың қара тізімде боласыңдар. Егер жылдың соңына дейін біреуің болсын, осындай бұзақылық жасайтын болсаңдар, документтеріңді қолдарыңа беремін. Басқа мектеп құрып қалды ма деп ойламай қойыңдар. Қара тізіммен келген балдарды қандай мектепке керек дейсіңдер, жігіттер, қыздар, түсіндіңдер ма? Кешірім өтінем Айдар мырза. Кіріңіз. Қалалық білім бөлімі жасқа баратын балалардың тізімін сұрап жатыр. Қазір. Шотам ағай, Айман апай болмады ма? Жаңа көмекші алыпсыз ғой. Ер жігіт, өзіңе қатысы жоқ жерге араласпа, түсіндің ба? Динара, мына тізім жібер. Бұларды білім бөлімі бірден таниды. Мектеп мақтаншылар ғой бұлар. Барған жеріне ешқашан орын алмай қайтпаған. Айтпақшы міне. Мына тізімді алыңыз. Бұлар қара тізім. Бұлар жақсылап қадағалаңыздар, түсінді ма? Бара берсеңіз болады. Қай жерге келдім мен? Қазірден бастап миымді ашытып атсыңдар. Көрдіңдер ма? Қара тізім кетті. Енді барлықтарың бақылауда боласыңдар. Болды. Бар. Сабақтарың жақсылап оқыңдар. Бұзықшылық жасағандарын көрмейін мен сендердің. Жақсылап оқыңдар. Саян, бар сенде. Тез. Осы қара тізімдегі бәле болды бар ғой. Бірінде осы болды, мектептен шығарамыз, басқасын алмайды деп. Ой, оның бәрі өтірік, бізді шығар жесе акимат қарап отырпас. Оған акиматтың не қатысы бар? Сосын мақұл ғой, біз саған не жоқ, бестен белің шықпай жап тізімгеніп, не істегенсіңіз? Ой, не істемеді десе бұл. Сен сұрама, мен айтпайын. Мақұл айтпай қой. Айтпай қой деген емес, адам сияқты келіп тұрмын ғой айтам деп. Айтпайын бұл желание қашып кетті. Бірақ ше, мынау көп кішкентай болып бөлдірмеген нәрсесі жоқ. Молодец, өсесің, өнесің, тізіммен кетіп өшесің, кетесің. Осы заңны біздің директор өзі енгізіп, өзі бағынатын сияқты. Жақсы қыздар, балдар болмайтын әңгімеден не ашып кетті? Әзеле бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы, сәл мазам болмай тұр. Жақсан да бізде қайттық кеттік. Қыздар жігіттер, Хача апайдың кабинетіне дүшігім алып кетті, сендер бара беріңдер, мен арттан жетем. Апай, сумкам. Бағана қара тізім енген балдардың аттары емес па, я? Апай, сізде жазу жоқ. Менде де жазу жоқ. Ренжімеңіз. Балалар сұламаймыз. Саян, Ержігіт, Гүлім, Мерей. Динара! Не мынау? Түсінбедім? Қара мынаны. Жарысқа баратындар мен қара тізім шатастырған не? Динара? Кешіріңіз, мен қазір барлығын қалпына келтіремін. Жоқ.
реттей алмайсың. Базаға еніп қойған, базаға енген нәрсе реттелмейді, өзгертілмейді. Енді қайттым мен, көрерімді осы балдардан көрдім ғой мен. Шақыр балдар, тез жина. Дым түсінбедім. Жарысқа анау мақтаныштары баратын еді ғой. Табан астында неғып біз барады деп қалды. Ей, ойланып сөйледің бе? Бізге үлкен үміт артып отыр. Біз бұл жарысты қалайда жеңуіміз керек. Өтініш, сәл жауапкершілікті сезінгерші. Не болса да біздің қара тізімнен құтылудың жақсы жолы. Тақырып қандай еді? Жақсылық туралы. Бірінші тапсырма жақсылық жасай видео түсіру. Заман не болып бара жатыр, а? Тек камераның алдында ғана жасанды жақсылық жасайды заман болды ау. Кеттік онда. Қайда барамыз? Ой, жүре берсіңдерші, жолда бір апа бар, соған барып, өтірік болсын көмектесіп видеоға түсіріп алмаймыз ба? Әйтпесе адамдарға жаман қасиетіміз істемесе, қандай жақсылығымыз істеді дейсің. Кеттік онда. Мен жалпы өзің не істеп жүргенін білесің ба? Қазір 1 минут осында болатын. Қазір саған сенген біз ақ. Жалпы не ағылымдар, қалай түсіндірсе ме екен? Мен үйде қайтпай жатқан кеше жолда бір апаны көрдім. Қолында бокал, ақша сұрап жүр деймін. Соны ойлағанмын, барлығымыз көмектесеміз деп. Қалай көмектесеміз? Қолымда құмыра сақтықтар алып, ақша жинап көмектесеміз. Сен жақсылық жасайым деп шілей қуып кеткен жоқсың ба? Ой, қойындаршы, біз бәрібір бұл жарысты жеңе алмаймыз, құр бастауыр. Қайтеміз, кеттік. Ана машина тержерек, әйтпесе бағына жүргізе алмай тұр. Жаным ашып кетті. Қой, сенде жүрек бар ма? Бар ал. Барына қуансай. Қуандым ау. Не түсінбей қуан? Сендер айтып тұрған кезде ана машина оталып Қаскелеңге жетіп қалды ау. Қазірнен тұрған деді ғой, оталып тұрып кетті ма не? Той бір жасық жасыр, осы өмір. Мына темірді алып тастайын, бір жақсылығым болсын. Бір машинаның дөңгелегіне кірсе үлкен әуре. Базар, жоқ әрістің ұзақ ойланып істейді екенсің. Таптым, осыны қайталаймыз, видеоға түсіреміз, бізге де керегі осы емес па? Қой, жерден бір шеген алып, оны әлде қандай қып жариялап. Мүмкін сол жақсылығымды ескеріп, орден тағатын шығар. Қой құрсын, бұлай батыр болмай қойдым. Кім дейді, жақсылық жасаса дейді, жақсы болады дейді. Құрметті бауырлар, есімізде болсын, жақсылықтың үлкен кішісі болмайды. Барлығы өзіміз байқамайтын жақсылықтардан басталады. Ол іс жерімізді кір алса өршей береді. Сондықтан саған жақсылық керек, бізге видеоға кеттік бастадық. Бастағанда ше, мынаның ішінде ақша жатыр. Қайсы? Бағана сен алғанда бар ма еді? Рас айтам, мен алғанда жоқтығын. Мүмкін емес, өзінен өзі қалай пайда болады? Мүмкін жақсылық жасасақ, ішіне ақша пайда болар. Қияңа респект, бірақ өмірсан фантастикалық кино емес. Не істейміз? Не істегенде де қазақ атам айтқан екен. Астың қамын жасамай, істің қамын жасама. Сол үшін ақша барда тойып тамақ жейік. Кен жайлап түсіре береміз ғой. Атаң танымен бірақ жақсы айтып кетіпті. Елестетіңдерші, біз жарыстан ұтып кеттік. Директор бізді құшақ жая қарсы алып, мектебіміздің мақтанышы десе де, күшті ғой, ә? Бұрын кейде бас ауыратыны бар ма еді? Не болсынша армандауға болмай ма не сонда? Біле білсең, бұл өмірде шектеу жоқ. Шектеу тек біздің миымызда ғана. Қарағам, бұл бізге айтылмаған. Ой, қойш, саған өйтатқан мен ақмақ. Саян, не болды? Саян! Хамза, тез су әкел! Аяқ, қандай су? Хамза, су тез кел! Мына жақта адам қырылып жатыр. Аяқ, газбен или газсыз? Кел! Босай Мына тез жақта адам қырылып жатыр, қана адам ей! Аяқ, газ. Саян, не болды? Адам шошыттың ғой, не болды? Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Қараңдар, ақша шықты. Сонда қалай, Саянның айтқаны рас болғаны ма? Айттым ғой сендерге ақымақтың айтқаны керек деп. Тоқта, сонда мен өзімді ақымақ деп тұрмын ба? Тоқтай тұрыңдар, сонда бұл құмара. Біз тек жақсы іс істесек қана ақша шығарып тұра ма не? Мүмкін емес. Бұл жерде бір шикілік жатыр.
тексеруіміз керек. Кімге көмек керек? Баған, Не істей береміз? үйдегі шықты жылу керек. Ой, мен сендер уайымдап тұрған жоқпын. Дәл қазір кімге көмек керек? Көмек барлығымызға керек, әлі видео түсірмедік. Ой, мен сендер уайымдап тұрған жоқпын. Енді не? Тексеріп көреміз. Құмыра жақсылық жасағанда ғана ақша шарттырмай ма? Басы істейді кейде осы бала. Сен бізді ашпан сынданымызсың ғой. Сөзді көбейтпей кімге көмек керек айтсаңдаршы. Әзірде сен математикада тапсырмасын түсіндің ба? Мен мүлде түсінбедім. Ал бұның жақсылыққа не қатысы бар? Тікелей қатысы бар. Біз бұл тапсырмаларды 2 жылдан өтіп қойғанбыз. Қазір мен саған жақсылап түсіндіріп беремін, ал қалғанын өзің істейсің. Білмеймін аты қандай жақсылық бар? Қалай идея? Басы істейді кейде осы қызды. Сен бізді ашпан сынданымызсың ғой. Түсіндің ба? Иә. Міне керемет, біз сонда айналымызды жақсы жасау арқылы байыпты кете аламыз. Бұны ешкім білмеу керек, бұл біздің құпиямыз. Неге? Біліп қойса зерттеп музейге алып кетеді. Дұрыс айтасың, бұл біздің ақшамыз және құпиямыз. Сол кезде Хамзаның қорықпай өртке кіріп кеткеніне таң қалдым. Я, сенікі нағыз ерлік, бірақ сұрап алмапсың да, іште адам бар ма, жоқ па, өрт арасына кіре бермей. Енді бар ойым ішінде кішкентай балаларды құтқару еді. Қайдан білейін ол үйде адам тұрмайтын. Есесіне ниеттенгенім үшін алғыс хат алдым. Анам мынау емес, өрт сөндірушілердің қолынан алдым. Иә, әркімнің қолынан келе бермейтін ерлік. Қолын қалай жазылайын дедім мен? Иә, дәрігерлер тағы бір апта жарақатыңды тамып жүр деген. Қыздар жігіттер ақшаны бөліске салатын уақыт келген сияқты. Әйтпесе бөлмемен біреу кіріп қалса, құтыны бір банк тонап келгендеймін. Жоқ, бұл құпияны ешкімге ашпаймыз. Неге? Үйде әкең мен анаң бар ма өзі? Көрінбейді ғой. Соны айтып тұрған жоқпын ба? Ешкім жоқ кезде шығып кетейік деп. Құраң меден дым шықпайды. Ақшаны алайық, қай жерге жасырдың? Жасырдым дейтінде жер емес қой, шкафтың ішінде ғой. Бұнда еш нәрсе жоқ. Жоқ, алай, бір аптадан бері осы жерге қойғанмын. Иә, расында ештеңе жоқ. Мейір, жақсылап ойланып көр, мүмкін есіңе түсіріп қаларсың. Рас айтамын, мен осы жерге қойып келгем. Қайда кетуі мүмкін? Мен қайдан білейін, бір апта осы жерге қойып келгенмін. Біреу білетін болса, тек біздің арамызда ғана. Сонда сен бізді ұрлап алды деген келіп тұр ма? Ұрлап алды деген жоқпын ғой. Үйде білетін тек осы 8-іміз ғана біледі. Иә, алтын көрсе берші. Ешқасымыз періште болып тұрған жоқпыз. Ақшаны да, құмыранды кім алса да жасырын түрде қойсын. Немесе кешке дейін уақыт бар. Осын бұл туралы енді қозғамайық. Келістік пе? Неге маған қарап айтып тұрсыңдар? Или маған сенбей тұрсыңдар ма? Сенбесіңдер, сенбей-ақ қойыңдар. Дос болған келмесе, қалауларың, мен ризамын. Негізі құмыраны мен тапқанмын. Ендеше сендер барлығы маған тиесілі болу керек еді. Сендермен бөліскен, мен ақымақ. Сонда бір топ нағыз достар, барлығы тек ақша үшін ба? Иә, бәріміздің ісімізде, ниетімізде басқа екен. Неге тұрсыңдар? Шығыңдар, есті құртайым. Сіз кімсіз? Мен қайдамын? Менің кім екенін білгің келсе, ертең 12-де есік ғимараттың жанына кел. Онда не болады? Ойбай, сен мұнда неге жүрсің, ержігіт? Неге жүргені білмеймін. Кеше түс көрген болсадан. Ол да сені осы жерге шақырды ма? Иә, сен білесің. Мені де дәл солай шақырды. Шақырды екен. Үшеумізді де, мені де солай шақырды.
Қазір сәл тұрсақ бәріміз жиналып қалатын сияқтымыз ғой. Енді шілей 8 адам болып бір түсте бір кісіні көрмейтін шығармыз. Көрсең көре береді екенсің ғой. Сендер де көрдіңдер ме? Иә, бәрімізге месоположение көшеді. Сендермен түстес болғаныма қуанам. Әйтпесе жала жауып жүрсеңдер тағы. Қойшы Мерім, бәрін ұмыт. Бізді бекерден бекер шақырып қой. Ана кісіні бір жерден көрген сияқтымын. Иә, есіме түсті. Сол кісіні түсімде көрдім ғой. Анық сол адам. Бізді шақырып жатқан сияқты. Жүріңдер барайық. Сіз кімсіз? Сендер мына құмыраны іздедіңдер ме? Менің құмырамды ұрлап алдың бауырға. Телеспе, ол құмыраның егесі жоқ. Бізді неге бұл жаққа шақырдыңыз? Жалпы қалай бәріміздің түсімізге кірдіңіз? Сендер қасиеттеп жатқан құмыраларың шын мәнінде егіске жұмсасаңдар жақсы. Ал әлсіз болсаңдар, соңында барлықтарыңды ашкөздікке тойымсыз қалып барады. Неге ақша несі жаман? Адамдарға жаман қасиетін істеген жоқ қой. Тек жақсылық жасады. Міне, мәселе сонда. Тек жақсылық жасадыңдар. Бірақ шын ниетпен емес. Барлықтарыңның ойлағандарың оңай ақша, бай болсам. Ал құмырасыз, ақшасыз неге жақсылық жасамайсыңдар? Қолдан құмыра кетті, ақша кетті, бір-бірлеріңді жеуге дейін барсыңдар. Бұл құмыраның егесі жоқ, ал сақшысы мен болам. Қаншама жылдар бойы іздедім. Үлкен қала тұрғызыпты. Бірақ сендерге алғысым шексіз балалар. Сендердің арқаларыңда осы құмыраны таптым. Оңайдың берекесі жоқ балалар. Көмек көрсетуде шын ниетпен жасаңдар. Сендерге ең басты айтарым. Мен сендерге сенемін балалар. Сендер әлі үлкен белестерді бағындарсыңдар. Тек өз күштеріңмен. Маған сендер қымбатсыңдар. Осылайша баршамыз бір үйдің баласындай әртүрлі жақсы істер мен үлкен бизнестер атқардық. Достар, сіздермен осылай өмірімізді талқылап отқанымыз үшін өте қуаныштымын. Менде бір сұрақ. Сонда сіздердің қатысып жатқан жарыс ше? Видео не болды? Ол жарыста біз видео түсірмей-ақ отырып кеттік. Қалайша? Құмыраны байлықпен толтырамыз деп жүріп, әртүрлі жақсылықтармен толтырып, теледидардан бірақ шықтық біз ғой.